Сіздер фильмдерде өлім алдында мәйітханада оянып кеткен адамдарды көрген шығарсыздар. Бірақ шын мәнінде ондай жағдайлар өмірде де жиі кездеседі екен. Сәлем достар, сіздермен Топ Қазақ. Бүгінгі видеода біз сіздерге өлім алдында оянып кеткен адамдарды айтатын боламыз. Брайтон Дамазанте. Елестетудің өзі қиын, бірақ бұл адам өзінің жерлеу рәсіміне қайта тіріледі. Дәрігерлер осыдан бірнеше күн бұрын 34 жастағы ер адамды өлді деп мәлімдеген. Өлімнің себебі ұзаққа созылған ауру деп аталды. Жерлеу рәсімінде адамдар Брайтонды соңғы сапарға шығарып салуға жинала бастаған. Бірақ Брайтон сол сәтте оянып кетіп, қорыққаннан қатты айқайлайды. Және сол сәтте туыстары Брайтонды дереу жергілікті ауруханаға апарды. Сөйтіп Брайтон 2 күннен кейін өз үйіне қайта оралды. Фагила Мухамедзянова. Шамамен 10 жыл бұрын 49 жастағы Фагила Мухамедзянова есімді әйел өзінің жерлеу рәсімінде оянғанда бүкіл әлемге танымал болды. Жерлеу күні Фагила есімді әйелдің барлық туыстары болды. Олар әйел үшін дұға етіп, жақсы сөздермен еске алды. Сол сәтте Фагила өз табытында оянып, өзінің қайда екенін бірден түсініп айқайлай бастады. Туыстары әйелді дереу ауруханаға алып кетті. Алайда қуаныштары ұзаққа созылмады. Өкінішке орай 12 минут өткеннен кейін Фагила есімді әйелдің жүрегі шыдай алмай сол жерде қайтыс болды. Егер әйелдің жүрегі тірі болғанда, онда бәрі жақсы болар еді. Хиров Негеро. Бұл кісі қатты ауырған және қайтыс болғаннан кейін туыстары таңғалмаған көрінеді. Жерлеу рәсімде туыстары мен достары онымен қоштасып жатырғанда кенеттен ол оянып кетеді. Ол кісі ауырғандықтан соншалықты әлсіз болды. Тіпті жерлеу рәсімде айқайлауға шамасы келмеген. Дәрігерлердің ойынша ол кісі комада болған. Және Негеро сол сәтте оянғанына қатты қуанышты болды. Бұл жағдай таңғаларлық болғанымен өкінішке орай 2 ай өткен соң Негеро көп ұзамай қайтыс болды. 55 жастағы Малик есімді ер адам Үндістандағы Одесса штатында шопан болып жұмыс істейді. Ол жайылымда жүрген кезде басы айналып құлап қалып үйге оралмаған. Туыстары оны сол жерден іздеп тауып ер адамда қайтыс болды деп ойлап жерлеу рәсімін ұйымдастырады. Жиналғандардың бірі Маликтің тірі екенін байқайды. Тіпті ол өлген сияқты көрінгенімен тірі болып шығады. Малик есін жиғаннан кейін жерлеу рәсімінің директорына қатты айқайлайды. Жалпы адамдар жерлеу рәсімінде оянады. Немесе жерлеу рәсіміне келмей тұрып оянады. Сондықтан біз әрі қарай жалғастырамыз. Ас үйге кіріп бара жатырған адам кешкі ас дайындаған сорпасын көреді. Мұны көрген адамның жүрегі тоқтап қалуы мүмкін. 95 жастағы қытайлық әйел өзінің бөлмесінде өлді деп табылған. Бірақ 6 күн өткен соң ол әйел аяқталмаған табыттан шығып кетеді. Отбасы мүшелерінің айтуы бойынша ол әйел басынан соққы алып өліп қалды деп ойлайды. Сөйтіп олар отбасылық дастархан жайып әйелді еске алу кешін өткізеді. Және келесі күні олар әйелді жерлеуді жоспарлай бастайды. Сөйтіп олар табытты ашып қалса, әйелдің жоғалғанын көреді. Олар бірден шок болып әйелді іздей бастайды. Бір кезде ас үйде тамақ дайындап жүрген әжейді көреді. Әжейдің айтуы бойынша, мен оянғаннан кейін көп уақыт бойы ұйықтай алмадым. Және мен тамақ жегім келіп ас үйге өзіме бірдеңе дайындауға бардым дейді. Дәрігерлер әжейді тексерді. Олардың айтуы бойынша әжей жай ғана уақытша ұйықтап қалған. Людмила Стеблицкая. Ресейден келген бұл әйел 2011 жылы өлді деп танылған. Бір кездері қызы анасының халін сұрау үшін ауруханаға қоңырау шалады. Және дәрігерлер анасының қайғыдан қайтыс болғанын хабарлайды. Қызы анасының қайтыс болғанын туыстарына және достарына айтпайды. Сөйтіп қызы анасын алып кету үшін мәйітханаға барады. Және қызы мәйітханаға барса, анасы тірі екен. Қыздың анасы, яғни Людмила есімді әйел суық мәйітханада 3 күн бойы шыдап жатқан көрінеді. Сол кезде Людмила қатты қуанғанын айтқан болатын. Бірақ 2012 жылы Людмиланың жүрегі ауырып қайтадан ауруханаға түседі. Дәрігерлер бұл жолы әйелді қайтыс болды деп ойлайды. Бірақ бірнеше сағаттан кейін Людмила есін жияды. Және Людмила сол кезде өлмейтін әйел деген атауға ие бола бастады. Бірақ өлмейтін адам жоқ қой. Тони Яхле. 2013 жылдың 4 тамызында Тонидің әйелі оның тыныс алуының төмендегенін байқап,
бірден ауруханаға жеткізеді. Бірақ Тонидің жүрегі кешке дейін кенеттен соғып тоқтаған кезде бірнеше сағат бойы тұрақты болды, ал дәрігерлер болса оны өлді деп жариялайды. Бірақ Тонидің әйелі бұл жаңалықты мойындаудан бас тартты. Сол сәтте Тонидің 17 жасар ұлы бөлмеге кіріп келіп, «Папа, сен бүгін өлмейсің» деп айқайлайды. Кездей соқтық па, әлде жоқ па, бірақ бірнеше минуттан кейін оның жүрегі қайта соғып қалпына келе бастайды. Және Тони бірнеше күн бойы тексеріліп, көп ұзамай үйіне жіберіледі. Осы оқиғадан кейін бір апта өткен соң Тони өзінің жұмысына қайта кіріседі. 2007 жылы Карлос Камехо есімді ер адам ауыр апатқа ұшырайды. Апат болған жерге дәрігерлер ер адамды алған жарақатынан қайтыс болды деп ойлайды. Карлостың бетіндегі жара қансырай бастағанда дәрігерлер жараны тіге бастайды. Кенеттен Карлос көзін ашып орнынан тұруға тырысады. Дәрігерлер өздерінің қателескендерін түсінеді. Бақытымызға орай бәрі ойдағыдай болып, оның денсаулығы қалпына келе бастайды. Тіпті оның қайтыс болғандағы туралы куәлігі бар екен. Мисс Селестрино, 60 жастағы әйел 2 сағаттық мәйітханадағы тоңазытқышқа салынған. Оны дәрігерлер қателесіп, өкпелік инфекцияның салдарынан қайтыс болды деп ойлайды. Бірақ анасын соңғы рет құшақтау үшін мәйітханаға барған қызы анасының тыныс алып жатқанын сезеді. Дәрігерлер әйелді тексерген кезде шынымен де тірі болып шығады. Шей Брэдли. 2019 жылы Ирландия армиясының ардагері Шей Брэдлиді жерлеу рәсімінде болған ерекше оқиғаны айтып берейін. Шей Брэдлиді соңғы сапарға шығарып салу үшін адамдар салтанатты рәсімге жиналды. Кенеттен табыттан Брэдлидің дауысы шығып, күтпеген жерден жиналғандардың көңіл күйі бірден өзгеріп, олар күле бастайды. Сөйтсек бұл дауыс табыттан емес, диктофоннан шығып жатыр екен. Ардагер жиналғандардың көңілін көтеру үшін осындай үндеуді алдын ала диктофонға жазып алған. Достар, бұл видеомен не айтқым келеді? Ешқандай өлмейтін адам болмайды. Сондықтан мына қысқа өмірде бір-бірімізді сыйлап, жақсылық жасауды ұмытпайық. Маған деген жақсылықтарыңыз үшін қанекей осы видеоға лайк басып қояйық. Бүгінге осы, келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.